Дәстүрлі қазақ қоғамында әкенің балаға қалдыратын мұрасын белгілі бір бөлігі міндетті түрде қонаққа тиесілі енші деп есептелінген. Қонақ келіп үй иесінің көңіл табысуының бір жолы қонақ кәде. Үй иесі айту керек. Нені ұғыну керек? Сол түйінді, маңызды ойды, негізгі ойды ала білулері керек. Түсінікті ғой, енді сендерге біз енді жайлап күрделге қарай өте береміз. Сендерді алып келіп, біреуін жеп, тоғызын тастап кетеді дейді. Кімнің сұрағы оқылмады? Мына жерде кім еді жаңағы сұрақ түскен? Сұрақ болды. Atmet оларға айтты, сағат 11-ге келіп істемейді дейді. Потом олар шығып кетті, 11-ге дейін жүрді көшеде. Кейін олар келді, лифт істемейді содан. Они жалғастырады. бір-біріне әңгіме айтты. Күліп ұмытынды. Бір-біріне әңгіме айтып жеткізгісі қабыл қабарды, бірақ күтті ұмытынды. Келесі, сендерді қандай толықтыру бар? Қайсы сөйлесіңдер? Бізде баятапам. Кәне тұрып айта ғой. Орындар көріңіздерші. Үш жегат бала бөлінген, бірінші қабатта кейбір. Номер 78 қабаттан сейді, Екіншісі, үшке тағыз ауылда шықты. Тереңге шықты, Ескерттің олар намазы біздері жалу шығу бастады. Әр жылы бес Әр 25-ші Қонақ келгенде біздің тақырыбымызға байланысты. Қонақ нені бағалайды келгенде? Қонақ жайлылығын бағалайды. Кімде сенде тұрма? көк, сол, жасыл, көрген, қызыл. Отырған жоқпыз ба? Есіңізде сақтап айтып тұрмыз ба? Ең соңғы сылыс безінде қалды. Темасы балалар көп нәрсе ұстамдылығыңызды көрсете білдіңіз. Өте керемет, бізге ұнады. Еңбекте табыс тілейміз. Жоғарыдан шыға беріңіз. Аудан көлемі емес, облыс көлемінде тәжірибеңізді алмасып жүре беріңіз. Қанатыңыз талмасын. Қалай өтіп кеткенін білмей қалдым, Бізге өте қызықты болды. 45 минутты жылдам өтіп кетті. Өзіңіздің бүгін біз мектепке қонақ болып келіп, қонақ жайлы тақырып алған өзіңізбен байланыстырып, өте қызықты болды сабақты. Бір керемет ұйымдастыру жақсы болды. Өзіңіз біздің оқушыларға деген неңізді айтып өтіңіз енді. Сіздер тыңдап алайық. Рахмет сізге көп-көп. Өзіміз еркін ұстап, оқушыларда как будто бұрыннан сабақ оқып жүрген сияқты. Еркін ұстадыңыздар, рахмет. Оқушыларда даже жатсынған жоқ. Рахмет сізге, өте керемет сабақ болды. Тәрбиелік мәні зор, өзіңізге тәжірибе алмасатындай әдіс-тәсілдермен бөлістіңіз. Алдық өзімізге керек жерін түртіп алдық. Творчестволық табыс тілейміз. Рахмет сізге.